Қайырлы күн, бүгін біз осындай медовик жасайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт жасалу жолы өте оңай. Менің каналым ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал енді бізге керегі ең алдымен кастрөлге суымызды қайнатып аламыз. Сосын екінші кастрөлді үстіне қойып, үстіне балымызды саламыз. Дүкеннің балы да бола береді. Бұлай табиғи балды салсаңыздар да болады. Грамдарын міндетті түрде видеоның астына жазып кететін боламын. Осылай салып алдым. Балымызды әбден ертіп, содан кейін барып нан соды саламыз. Осылай ертіп аламыз. Осылай нан соды саламын. Нан соды бір шайни ложка салсаңыздар болады. Осылай араластырамыз. Әбден араластырғаннан кейін балымыз кішкене көпіріп ағаратын болады. Шамамен 5 минуттай уақыт кетеді. Міне осындай болып аппақ болады. Енді мен сармайымды саламын. Сармай менде 72%-тік бөлме температурасындағы еріп тұрған сармайды саламын. Мен осыны 5 минут аралығында ертіп аламын. Ертіп болғаннан кейін кастрөлімді суытуға шығарып қоямын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Сармай ергенше. Енді мен осы суып тұрғанша жұмыртқамды дайындаймын. Менде 4 жұмыртқа. Осы 4 жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып алып, осындай бөлек салып аламын. Міне мен осылай барлығын жақсылап араластырып алдым. Осындай болып шықты. Менде аппақ болып шығады. Ішіндегі қантты жақсылап еру керек. Сонда біздің медовигіміз жақсы көтерілетін болады. Енді мен манағы суытып қойған миотымды осы екеуін араластырып, жақсылап араластырып аламыз да үстіне ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап саламыз. Sotkaya tiyimini zayıf kalmak da bana evet. Görüp bak. Енді мен ұнымды аз-аздан отырып салып жатырмын. Жақсылап салып, біз тесті илейтін боламыз. Егерде ұнымыз қолымызға жабысып жатса, кішкене ұн қосамыз. Осылай менде тесті шықты. Осылай жұмсақ қылып илейміз.
Егер қолыңызға жабысып жатса, ұн қоссаңыздар да болады. Енді мен осыны бөліктерге бөліп жатырмын. Осындай бөліп аламыз. Мен осылай бөлікке бөліп алдым. Енді осыны дөңгелетіп, кішкене жарты сағатқа қойып қоямыз. Бетін міндетті түрде пакетпен жауып қоямыз. Осылай қойып алдым мен. Енді менде жарты сағаттай уақыт өтті. Енді мен осыны осылай жайып пісіріп ала береміз. Егер жабысып жатырса, ұн салсаңыздар да болады. Осылай жұқалап жайып алдым да противенге салдым. Противеннің астын міндетті түрде ұн салыңыздар, болмаса жабысып қалады. Осылай вилканың көмегімен осылай жасап шықтым, болмаса көтеріліп кетуі мүмкін. Осыны мен қызып тұрған 200 градуста 3 минуттай уақыт пісіріп алдым. Қасында қарап тұрып пісірмесеңіздер кеп кетеді. Осылай пісіп шықты. Енді мен кремін дайындайтын боламын. Мен кремге 33%-тік сливки пайдаланамын. Грамдарын осы видеоның астында жазып кетемін. Осылай жай жылдамдықпен көтере береміз жылдамдығын. Енді мен сахарный пудра салып жатырмын. Сахарный пудраның орнына қант салсаңыздар да болады. Мен сахарный пудра салдым. Менде 20% қаймақ. Осылай үшеуін жақсылап араластырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Менің кремім дайын болды. Енді осындай корждарымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Енді кремді үстіне салып жағып кете береміз. Осылай жаға бересіздер. Мына коржымның екінші бөлігіне де осылай жаға бересіздер. Осылай барлығын жағып, осындай енді қалған корждарымды осылай езіп, қалған осылай салып жібердім. Осыны мен холодильникке жарты сағатқа қойып алдым. Сіңіп, біздің медовегіміз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Енді менің медовегім дайын болды. Кесіп, осылай әдемі болып шықты. Жей берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде. Күнделікті рецепттермен бөлісіп отырамын.